Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында KFC дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін маринадтап қоямыз. Бізге керек ингредиенттерді мен видеоның соңында салатын боламын. Ең алдымен осылай тауық етін маринадтап 1 сағатқа қойып қоямыз. Бұл жерде ең басты фишка осындай панировка қажет. Дәл осындай панировка алсаңыздар, сіздің KFC-іңіз оригинал KFC-дан еш жері кем болмайды. Енді кляр жасаймыз. 6 жұмыртқаға жаңа панировкамыздың 2 қасығын салып, әбден араластырамыз. Дәл осы панировканы алсаңыздар, бұл для острых крылышек дейді. Мен крылышке алған жоқпын, жаңағы тауықтың төс етіне жасадым. Себебі төс еті кәдімгідей таза еттен тұратындықтан. Қалған панировканы осылай тарелкаға сеуіп аламыз. Қазір тауық етін осыған аунататын боламыз. Міне осылай тауық етін клярға салып, одан кейін панировкаға аунатып, қатты қызып тұрған сұйық майға әбден қуырамыз. Сап-сары түске енгенге дейін қуырамыз. Осындай қазанға немесе кастрюляға қуырған абзалырақ. Себебі май көп болса, біздің тауық етіміз жақсы қуырылады. Міне осылай екі жақты қуырып, осылай сап-сары болғанға дейін қуырамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, нағыз KFC-ден еш жері кем болған жоқ. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.